Батыс Түркияға Ресейді қолдауын қоймаса, санкция салатынын ескертті. Бұл туралы The Moscow Times порталы хабарлады. Батыс елдер Ресей президенті Владимир Путин мен Түркия президенті Реджеп Ердоғанның бір-бірімен жақындасып бара жатқанына алаңдап отыр. Егер Түркия санкцияны айналып өтіп Ресейге көмек беретін болса, бұл елге санкциялар салынады деп жазды. Басылымның хабарлауынша, батысты Ердоғанның Сочиде Путинмен өткізген 4 сағаттық әңгімесінде берген уәдесі алаңдатады. Мәселен, Түріктің 5 банкінің мир картасын қабылдап, екі ел арасына өзара тауар айналымын 3 есеге дейін көтеріп, жылына $100 миллиард дейін жеткізу мәселесі. Бұдан басқа, Ресей Федерациясының вице-министрі Александр Новак айтқандай, Ердоған Ресей газына төлемді рубльмен жасауға, сөйтіп осылай өз тұтынымының ширек бөлігін жабуға келіскен екен. Шілде айында ғана қаржы министрінің орынбасары Уолли Адеймо бастаған америкалық шенеуніктер делегациясы Түркияға жасаған сапары кезінде жергілікті шенеуніктер мен банкирлерді Ресейдің ақшасын алмау керектігін ескерткен болатын. Егер сол ескертуден ешқандай нәтиже шықпаса, батыс компаниялары Түркия жерінен кететін болады. Бұдан басқа батыс банктері түрік контрагенттерімен қаржылай келісім жасаудан бас тартулары мүмкін. Мұның өзі Түркияның инфляциясы 80% шамасына жеткен және сыртқы қарызда $451 миллиард барған әлжуаз экономикасына соққы болып тиеді.